гимназиясының 9 Г сынып оқушысы Мұса Балауса. Менің жетекшім Дусипова Айгерім. Мен табиғатты аяла экологиялық форумында жеңіс мамыры номинациясы бойынша қаламыздың көрікті жерлерінің бірі еңбек даңқы аллеясын сіздерге ұсынғым келіп отыр. Менің жұмысымның мақсаты оқушыларды табиғатты аялауға шақыру, кіші отанын сүюге тәрбиелеу. Менің жұмысымның міндеті оқушы мен мұғалім арасындағы шығармашылық байланысты орнату. Жаңатас облыс орталығынан 170 км жерде орналасқан әсем қала. Қаламыздың көркін келтіретін керемет үйлер, демалыс орындары, саябақтар. Солардың бірі еңбек даңқы аллеясы. Еңбек даңқы аллеясы 2014 жылы қолданысқа берілген. Бұл аллеяда орта тұсында шіліңгір ыстықта маңайына салқын леп сыйлап тұратын субұрқағы орналасқан, және де көк туымыз, еліміздің көк туы желбіреп тұр. Және де бұл жерде еңбек даңқы аллеясы атануында терең мән бар. Себебі бұл еңбек даңқы аллеясын қаламыздың көркеюіне көптеген азаматтар тер төгіп үлес қосқан. Сол себепті бұл аллеяның орта тұсындағы еңбек даңқы монументі орналасқан. Зейнеткерлер мен кішкентай бүлдіршіндерге таптырмайтын демалыс орны. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, дамыған 30 елдің қатарына кіру, Қазақстан 2050 стратегиясы бойынша мәңгілік ел идеясының бір ұшы өскелең ұрпақта жатыр. Халық игілігі ортақ қуаныш. Бізге осындай керемет аллея сыйлаған биліктегі жоғары азаматтарға алғысымды білдіремін. Бұл аллеяны жасауға маған 40-60 сантиметрлік ДВП тақтасы және де пенопласт, содан кейін ермек саздар мен ПВХ тақтасы, таяқшалар, шырша шамдары қажет болды. Менің жұмысты жасау барысында 40-60 сантиметрлік ДВП тақтасын алып, үстіне пенопласты желімен жабыстырып, сосын үстін ермек сазбен қаптадым. Ал мынау бордюр, мәңгілік Қазақстан жазуы және де субұрқақты ПВХ тақтасынан ойып жасадым. Және де шыршаларды, көк туымызды ермек саздан жасадым. Ал мынау мәңгілік Қазақстан монументіндегі колонналарды мен таяқшадан жасап, сыртын ермек сазбен қаптап, алтын түсті спрей бояумен боядым. Мен жұмысымды әсемдей түсу үшін шырша шамдарын пайдаланып, жұмысыма жарық қостым. Жұмысымды қорытындылай келе, өскелең ұрпақты табиғатты аялауға шақырамын.